Kanalımızdan azalır bizlerge Paptorning mınандай şoşqa qaqbalarımız keldi. Качестволары оға да зор. Алдыңғысына қарағанда сәл басқашалау болады. Яғни мынандай терекке жақсылап байлап аласаң, и мына тросты, пружинді тартығаннан кейін мына бонтты қаттыға қысып аласаң. Бұл бонтты қысқанымыздың себебі мінерге мәселен шошқа, қоян түсі де қысып қала береді. Қандай кішкентай аяқ болса да арқайым қысып қала береді. Бұл әмме үлкен затларға да болады. 1 тоннадан 1,5 тоннаға дейін ұстап бере алады. Мәселен деп шошқа теректің арасынан, қамсының арасынан шыққан кезде мынаны білдірмей жердің астына ойыңқырап салғаннан кейін деп аяғын білдірмей басып алады. Басқаннан кейін мынандай қылып ұстайды. Мына пластмасса еш қызмет атқармайды, бұл бір шетке қап қояды. Основной қызметті атқаратын мына трос. Мына трос қатты қысу үшін мына бонтты қаттыға қыссаңыз вообще күшілі ұстап қалады. Бұл шошқа қақпалар кімге қызық болса, Охота рыбалка магазиніне келе бересіз. Осы видеоны осындай шошқа қақпаны іздеп жүрген достарыңызға жіберіп қойсаңыз болады.